Баршаңызға сәлем достар. Егер сіздерде кекс жасайтын ыдыс болмаса немесе әсел пешіңіз болмаса, кексті дәл осы әдіспен өте дәмді етіп пісіріп алуға болады. Яғни қайнап тұрған судың ішінде кексті пісіріп алатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Іші де толығымен пісіп шықты. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстінен сұйық майды қостым және қант қосып, үстінен айранды қостым. Айранның орнын сүтпен алмастырсаңыздар да болады. 1 кесе айранды қосып, миксермен барлығын дерлік жақсылап араластырып алатын боламыз. Бөлек ыдысымызға ұн салып, үстінен какао мен қамыр қопсытқышты салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Мінекей дайын болғаннан кейін жаңағы сұйық массамыздың үстінен осының барлығын салып, лопатканың көмегімен бір араластырып алдым. Бірден миксерлемейміз, бірден миксерлейтін болсақ, онымыз жан-жаққа шашырап кетеді. Міне бір араластырып болғаннан кейін миксермен жақсылап тағы бір миксерлеп алдым. Міне бізде осындай қоюлықтағы тесто дайын болып шықты. Енді осыны ыдысымызға салып пісіріп ала береміз. Мен осындай кружкаларды пайдаланып жатырмын. Оның орнына кесеге пісіріп алсаңыздар да, немесе тіптен бокалға пісіріп алсаңыздар да әдемі болып пісіп шығады. Бокалдың ішін жақсылап сұйық маймен майлап шығамыз, міндетті түрде майлап шығамыз. Сол кезде біздің кексіміз өте тез алынып шығатын болады. Міне барлығын майлап дайындап алдым. Одан соң дайын болған тестамызды үстінен құямыз. Мен әрбір ыдысыма 3 ас қасықты толтырып салып шықтым. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген, жаңадан келіп отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше видео рецепттерді таба аласыздар, және де алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, барлығын ыдысыма салып дайындап алдым. Енді осындай кеңдеу ыдысымызға жартылай су құямыз да, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, міндетті түрде ашық жер қалмайтындай етіп жабуымыз қажет. Сол кезде әдемі болып пісіп шығады. Мен осындай сүлгіні пайдаландым. Сүлгінің орнына фольганы пайдалансаңыздар да болады. Мінекей 35-40 минут уақыт пісіріп алдым. Осы орайда оттың асты орташа етіп тұру қажет. Осындай кез келген таяқшаның көмегімен піскендігін тексеріп алсаңыздар болады. Мінекей менің таяқшам құрғақ болып шықты. Барлығы да толығымен, яғни пісіп шықты. Көтерілмей немесе арасы шикі болып піспей қалады деп ойламаңыздар. Өте керемет болып пісіп шықты. Енді балаларға өте қатты ұнады. Сіздер де бір рет болсын жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.